Сәлем достар, Python программалау тілін оқуға қош келдіңіздер. Олай болса бірден python.org ресми сайтына барайық. Python.org және осы жерде әрине көп жүктеліп жатыр. Оқимыз. Python программалау тілі бұл сізге тез жұмыс жасауға мүмкіндік беретін, бастап кетуге мүмкіндік беретін және жүйелерді эффективті түрде интеграция жасауға мүмкіндік беретін бағдарламалау тілі дейді. Және сіз бастауыш болсаңыз, осы жерден бастаңыз дейді. Ең бірінші бастауыш олай болса Beginner's Guide, бастаушыларға арналған нұсқаулық. Осы жерде Python бағдарламалау тілі бастауыштар үшін және оны орнату, оқу, жиі қойылатын сұрақтар барлық ақпарат берілген екен. Енді өкінішке орай бұл ағылшын тілінде, алайда IT маманы, программист маманы болғаныз кезде, онда ағылшын тілін сізге оқып бастау, үйрену болашақта өте үлкен көмегі болатынына сенімдімін. Енді қазақ тілінде мен кішкене аударып, мына жерде дайындап қойдым сілтемені. Бұл жерде жазылған жаңадан бастаушыларға арналған Python нұсқаулығы. Бағдарламалауды жаңадан үйренесіз бе? Олай болса Python бұл тегін, яғни оның source код, кодтары, түпнұсқа, қайнар көз кодтары, оқулықтары, жалпы құжаттамасы көріп отырғандарыңыздай барлығы тегін. Оны кез келген адам интернет торабынан жүктеп алуға, оқуға, өзгертуге, тәжірибе жасап көруге, өзіне қажетті бағдарлама, қосымша жасау үшін барлығы тегін дейді. Және сіз неден бастау керектігін білсеңіз, оны үйрену оңай дейді. Яғни Python бағдарламасын оқу кезінде осындай ресми сайттар, сондай-ақ өте керемет жазылған құжаттарды, оқулықтарды оқысаңыз, онда бұл бағдарламалау тілін тез үйренесіз дейді. Бұл нұсқаулық сізге жылдам бастауға көмектеседі. Pythonға жаңадан келдіңіз бе? Олай болса кішкене шолу жасап кетсеңіз болады дейді. Және екінші мәселе, бұл жерде Pythonды жүктеп алу. Яғни қараңыз, бұл жерде менде қазір Windows 10 операциялық жүйесі және ешқандай қосымша бағдарламалар орнатылмаған, тек қана Google Chrome браузер орнатылды. Және бұл жерге біз Pythonда бағдарлама жазу үшін, скриптер жазу үшін, код жазу үшін керекті Pythonды жүктеп алуымыз керек. Яғни мен қазір бұл Windows 10 операциялық жүйесі біздің берген тапсырмаларды түсінбейді. Олай болса, сіз компьютеріңізге Python 3 аудармасын орнатыңыз дейді. Яғни мына жерге мен тінтуірмен барсам, Install Python 3 Interpreter деген екен. Яғни біз интерпретаторды орнатуымыз керек. Интерпретатор дегеніміз не деген сұрақ туындайтын болса, бұл бағдарламаларын, яғни Python бағдарламаларын оқитын және олардың нұсқауларын орындайтын бағдарлама. Яғни біз қандай да бір компьютерге командаларды береміз. Бағдарламалау деген ол осы компьютерге команда беру деген сөз. Және кез келген Python бағдарламалауды орындамас бұрын сізге осы Python аудармашысы, интерпретаторы қажет дейді. Ол Mac және Linux операциялық жүйелерінің дистрибутивтарында Python орнатылып келеді дейді. Алайда Windows 10-да бізде ол жоқ. Олай болса бізге жүктеп алу керек. Ол үшін тағы да ресми сайтына барайық. Және осы жерде жүктеп алу және яғни Pythonды мен қазір бірінші бетін басамын. Және осы жерде жүктеп алу Python 3.11.3 интерпретаторын көреміз. Және осыны басамын. Міне ол тез жүктелді. Осы программаның үстінен басамын. Python 3.11.3-ті, оның ішінде 64 биттік нұсқасын орнатыңыз дейді. Олай болса мен install, yes, яғни Pythonды орнатуға тырысайын. Және Python бағдарламасымен не жасай аламын, не үшін қажет деген сұрақ туындалса, оған қосымша тағы бір сабақ болады. Және соны қарап, Pythonды жалпы қалай қолданамыз, олмен не жасауға болады, болашақта ол сізге қалай керек болуы мүмкін, жалпы программист болғысы келетін мамандарға арналған басқа тағы бір сабақ болады. Енді Pythonды орнатылу қазір аяқталып жатыр. Кішкене күтейік. Тамаша, орнатылу сәтті жүрді дейді. Олай болса жабамыз және де пускты басып, осы жерде Python деп тереміз. Және сіздерде де осындай Pythonның интерпретаторы пайда болады. Бұл жерде оның property, яғни оның көрсеткіштеріне барып, бұл жерде background screen және ол жерде кішкене түсін өзгертсек те болады. Мысалы мен мынандай түсті таңдап көрейін. Және осы интерпретаторды қайтадан ашайын.
Жарайды, бұл кішкене нашар болды түс. Жарайды, бұл маңызды емес, яғни бұны өзіңізге керектей түстерге өзгертіп, қалауыңызша баптап алсаңыз болады. Алайда әзірге қара нұсқасын қалдырайын. Жарайды, біз питонды жүктеп алдық интерпретаторды. Енді біздің компьютер осы берілген нұсқаулықтарды қабылдауға, оны есептеуге дайын. Ары қарай не істеу керек? Үйрену. Одан кейін сізге бір қандай да бір оқулық қажет, және осы оқулықтың көмегімен сіз питонды оқуды жалғастырсаңыз болады дейді. Олай болса тамаша, бізде оқулық дайын. Ол ituniver.org ituniverbook.org деп аталатын сайтта осы жерде питон қазақ тіліндегі программа, және осы жерде кітап бізде бар. Енді осы кітапты оқып бастаймыз, және біздің питон орнатылды. Олай болса оқуды жалғастырайық. Бұл жерде жазған екен: сәлем достар, питон бағдарламалы тілін оқуға қош келдіңіз. Бұл кітап ағылшын тілінен аударылған. Кітаптың түп нұсқасы Think Python, How to Think Like a Computer Science дейді, және оның авторы Эллен Доуни. Кітаптың веб-парақшасына сілтеме берілген. Веб-парақшаға баратын болсақ, бұл жерде openbookproject.net, How to Think Like a Computer Science, және осы жерде бұл 2012 жылы жазылған, және екінші нұсқасы екенін көресіздер. Алайда 2020 жылдары үшінші нұсқасы шықты, және оны интернеттен, Google-ден іздесеңіздер, осы кітаптың жаңа нұсқасын табасыздар. Яғни мына жердегі аударылған кітап осы үшінші нұсқасынан аудармасы. Енді бұл жерде көріп отырғандарыңыздай, бірінші тарау, екінші тарау, және барлығы осы питон программалау тілінің негізгі алғашқы қадамдары фундаменталды негізгі түсініктемелерінен басталады. Олай болса оқып көрейік. Бұл жерде не жазылған екен? Сіз оқып отырған бұл оқулық қазақ тіліндегі нұсқа 2022 жыл үшін жарамды дейді. Программист маман болуды немесе бағдарламалауды үйренгісі келетін кез келген оқырманға пайдалы. Ең бастысы соңына дейін жеткізіп берілген барлық тапсырмаларды орындау маңызды. Тапсырмаларды орындау тіпті міндетті деп айтар едім дейді. Яғни мына кітапты оқитын болсаңыз, онда әр тарауды оқып болғаннан кейін сол тараудың соңында жаттығулар берілген, және сол жаттығуларды орындау осы программист, яғни программирование, бағдарламалауды үйренуші маман үшін өте маңызды. Яғни тапсырманы орындау, өзіңіз жұмыс жасау, бір нәрсені жазу, үйрену үшін өте маңызды. Сондай-ақ кез келген мамандандырылған басқа салаларда білім алу сияқты, бағдарламалау саласы да өзіне байланысты қолданылатын термин сөздерге толы дейді. IT саласын, соның ішінде бағдарламалауды ағылшын тілінде меңгеру сізге болашақта үлкен мүмкіндіктер береді. Сондықтан төменде берілген ағылшын тіліндегі бағдарламалау терминдерін және қазақ тіліндегі аудармасын әбден түсініп жаттап алуға кеңес беремін дейді. Оқулықты оқымас бұрын осы сөздерді және мағынасын жаттап алып, бір күн, екі күн уақытыңызды бөліп жақсылап жаттаңыз. Бұл сөздер және жанында жазылған анықтамалар мүлдем түсініксіз, қиын болуы мүмкін, бірақ тоқтап қалмаңыз. Көбейту кестесін жаттаған сияқты жаттап алып, әзірге не үшін қажет екенін түсінбесеңіз де жалғастыра беріңіз депті. Осы кітапты оқу барысында барлығы өз орнына түседі, оқыған ақпаратыңыз түсінікті болады, түсінетін боласыз. Олай болса, бірінші тапсырмада келіп жетті, төмендегі сөздерді жаттау, анықтамасын түсінуге тырысу. Яғни осы оқулықты бастамас бұрын бағдарламалауды, мысалы сіз енді бастап жатсаңыз, онда көптеген ағылшын тіліндегі, қазақ тіліндегі осы бағдарламалауға қатысты терминдерді көресіз. Яғни кез келген сала, мысалы дәрігер болсын, заңгер болсын, немесе экономист болсын, мұғалім болсын, ветеринар болсын, кез келген саланың өзіне қатысты терминдері өте көп, және сол терминдерді үйрену, білу осы саладағы білімді алумен тікелей ұштасып, бірге қол ұстасып келеді. Яғни бағдарламалау тілінде, мысалы алгоритм, баг, comment, debugging, exception, яғни қателер, интерпретатор жаңа айтқан, сондай-ақ көптеген тағда терминдерді көреміз. Осы терминдердің барлығын қазақ тілінде не білдіреді, оның ұғымдары мына жерде берілген. Енді түсінемін, бағдарламалауды бастамай тұрып, бірден осы термин сөздерді пайдалану, оны жаттау бізге қандай пайда беру мүмкін деп ойлауыңыз мүмкін. Оны былай түсініңіздер, яғни сіздер бұл жерде берілген ақпаратты мүлдем түсінбесеңіздер де барлығын жаттай беріңіз, түсінуге тырысыңыз, қазақ тіліндегі, ағылшын тіліндегі баламасын жаттаңыз,
және осы келесі тараударда білім алу барысында оның барлығы бірігіп пазл құрастырылады және сіздің біліміңіз толықтырылып бұл жердегі терминдердің түсінімін аласыз. Олай болса келесі тарауға көшейік және бізде келесісі ол бағдарламаның орындалу жолы және ол бірінші тарау екенін көреміз. Олай болса достар, келесі тарауда кездескенше мен сіздермен әзірге қоштасамын.